Баршаңызға қайырлы күн. Керемет осындай кешкі түскі ас дайындайтын боламыз. Ұнаса лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Ол үшін бізге осылай майға фаршымызды салып шығамыз. Ет болса ет салғаныңыз жақсы болады. Менде ет болмасын, осылай фаршты турап салдым. Сіз ет болсаңыз ет салуыңызға болады. Фарш та болады негізі ет. Мінекей осылай фаршымызды қоямыз. Май қыза бастады. Шығарып алатын қорып аламыз. Осылай былғап тұрамыз арасында. Мінекей етіміз қорылып жатыр. Енді жуамыз, салып аламыз. Жуамыз, салып шығаратын боламыз. Осылай әдемілеп, содан соң сәбізімізді салып аламыз, морковымызды. Осылай қорымыз, араластырамыз әдемілеп. Былғап отырамыз осылай қорылып отқан кезде. Содан соң картоплымызды саламыз. Картоплымызды салып қоратын боламыз. Асты жағы күйіп кетпес үшін осылай былғап араластырып отырамыз. Дәмдеуіш қосуыңыз болады. Өзіңіздің ұнатқан дәмдеуішіңізді қосуыңыз қандай болса. Паприка қосуыңыз болады. Бұрыш қосуыңыз болады. Мен өзім ұнайтын дәмдеуішімді және де тұз салдым. Содан соң томат салдым. 3 ас қасық. Сіз томаттың орнына қызанақ қолдануға болады. Блендермен езіп немесе томат қолдануыңызға болады. Мінекей осылай суымызды құйып аламыз, шырғырып болғаннан кейін. Суын кішкене көптей қоямыз. Асып тұру қажет. Өйткені тағы үстіне нан салатын боламыз. Мінекей осылай құйып, тағы да суын былғап аламыз. Енді аузын жауып пісуге қоямыз. Оған дейін нанды дайындаймыз. Бір жұмыртқа тұз салып алдым. 89 грамм су, 90 десе болады. 90 грамм су, бір жұмыртқа тұз қостым. Және 200-250 грамм ұн қосасыздар. Бір ғана нейлейміз нан. Осылай елеп аламыз әдемілеп. Қаттылау болған жақсы негізі. Бұл шырағаннан көрі. Кішкене тағы да ұн салдым. 200, сосын 50 граммдай тағы салдым.
250, ұныңызға байланысты 200-250 сондай алып саласыз. Тесті кішкене қатылау болған жақсы. Мінекей осындай тесті шықты. Енді кішкене тындырып аламыз тестамызды. Содан соң жаятын боламыз. Тестамыз тынып болды. Енді тестаны жайып шығатын боламыз жұқа алып. Егер үйде адам көп болса, 2 тест алып жүрсеңіз болады. Бізде бір тестаны жетеді. Осылай жабысып жатса, арасына ұн салып жіберіп сеуіп. Мінекей тестаны жайып болдық. Енді сұйық май жағып шығамыз. Тестамызға сұйық май жағып осылай жинап кесіп шығатын боламыз. Кішкентай бөліктерге бөлсеңіз жақсы, негізі қатты үлкен емес, орташа болған жақсы, кішкентай да болған. Мына жерде кейбіреулер қатты үлкен болып кеткен. Кішкентай болғанда жеуге ыңғайлы. Осылай қайнап тұрған тамағымыз пісіп қалуға жақындағанда, мінекей нанның үстіне осылай ұсталып шығамыз. Жабыспайды бұлар. Сұйық май жағылғандықтан жабыспайды. Мінекей пісіп қалды, міне. Бетін жауып қоямыз. Баршаңызға ас болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Рахмет.